Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Қалайсыздар, біздің тамшыға қош келдіңіздер. Ойбай, оны маған тартқан балалардың бәрі кім балаларым мынау? Ойбай, сапсар ғой мынаны қара. Мен кішкентай кезімде осындай болған мен. Мына бала шағаның бәрі кімдікі? Сіздікі ма? Қанша бала шағаңыз бар? 6 қыз 2 ұл. Мінекей қазақтың санын көбейтіп жүрген азаматша мына кісі. Көрдіңіздер ғой. Мынаның барлығын бүгін тамақтандырамыз. Мына тамшы кафе біздікі. Көрдің бе мына самсаны? Бұл тамшы деген самса, тамшы. Мен бұны ойнап айтамын да, мен бұны көз жас деп. Негізі тамшы деген осы. Мынаны жесеңіздер қышыр ете қалады ғой дәмі. Мына палау. Қасықпен бетіп алып аузыңа жақындасаң күріш өзі секіреді аузыңа. Мына 8 баланың барлығы өзіңіздікі ғой, ә? Күйеуіңіз қайда? Жұмыста еді ол. Жұмыста ма? Жұмыс не болып істейді? Андай қарапайым қара жұмысшы ғой. Балаларға ақша тауып жатыр десеңізші. Құдайға шүкір. Дұрыс. Мен қуаныштымын мінекей. Сіздің келгеніңізге қуаныштымын мен. Мінекей мынау деген не деген бақыт, мынау не деген байлық, мына бала шаға деген. Көрдіңіз ғой. Біз жай ғана сіздерге құрмет көрсетіп жатырмыз. Қазір тағы да келе беретін боламыз. Сендер енді астаналық дәмге қараңдар. Мадинаға өзім құйып берейінші мен. Ескеріп шақырғандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Қалай, қарындарың тойды ма? Сары балдар мен қыздар. Мінекей, мынау сіздерге үйге барып жейсіздер. Мінекей, үй бар ғой. Өздеріңіз үйлеріңіз бар ма? Аренда. Аренда? Ой, бұл 8 бала шағамен арендада ма? Екі бөлме ғой. Ой, бұл көмірлеріңіз бар ма? Ағаштарыңыз бар ма? Сиып атсыздар ма үйге? Аллаға шүкір. Ой, бұл сіздер негізі бар ғой, уақытылы келдіңіздер. Мына білесіздер ғой, Харекет қоры әр уақытта мінекей жақсылық жасап жүреді ғой, білесіздер ғой. Сол Харекет қоры сіздерге бүгін тосын сый, мінекей. Тұрғын үй сыйлап жатыр. Мінекей. Міне көрдіңіздер, мынау Харекет қорының атынан 8 бала шағаңызбен қалайсыз пәтер жалдап тұрасыз мінекей. Харекет қорына 1000 алғыс, Алла разы болсын. Мына Харекет қорының атынан сізге мінекей. Пәтер. Ана, асыл ана, бағалымсың қымбаттым. Ана, деп мен алғаш тіл қаттым. Сіз күтпедіңіз ғой? Мені ойлаған жоқсыз ғой, мен мына кілтті бар ғой, қалтама салып жүрдім ғой, сізге табыстайын деп. Баршаларыңызға рахмет, жұғысты болсын, мен сияқты аналарға. Аллаға шүкір, осы күнге де жеттім. Шүкір. Жыламаңыз еді. Сіздің қиналғаныңызды көрді ғой Харекет қоры. 1259 баспана. Ортаевтар отбасында дейді. Табыстаймыз. Тағы бір шаңырақ шаттыққа толсын. Қолдау көрсеткен қазақ еліне 1000 рахмет. Көрдіңіздер ғой, Харекет қоры аман болсын. Қыздар-ай боласың шөлдесем, жарықты білер мен сендерді көрмесем, жеттерме теңе умай десем, күн десем, сендерге ешкім жоқ теңесер. Үй ұнады, кең. Басы қыздарының, ұлдарының өз бөлмелері болады. Харекет қорына рахмет. Алла разы болсын, істеріңіз берекесін берсін. Харекет, халықтың қоры.